Қайырлы күн достар. Оңай әрі тез дайындалатын дәмді чак-чактың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Жұмыртқамызды алып, осылай ыдысымызға саламыз. 4 жұмыртқа. Онан кейін 1 шымшым тұзымызды саламыз. Кішкентай қасықтың жартысын ас сотысын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді бізге қажетті ұнымызды дайындап аламыз, өлшеп, оны електен өткізіп, осы жұмыртқамыздың бетіне саламыз. Қасықпенен жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды қолымызбен жұмсақ қылып илейміз. Басын біріктіріп, жақсылап қамырды жұмсақ қылып илеп аламыз. Неке видеодағыдай жұмсақ қылып бастыртып илейміз, және қамырымызды пакетке салып, тұндырып қойып қоямыз. Қамыр тұнып дайын болам дегенше, біз сиропымызды дайындаймыз. Су құямыз, қант саламыз, және қанты ерігенше араластырамыз. Баяу отта істейміз бәрін. Онан кейін бал құямыз. Балды құйып, тағы да жақсылап араластырып, қайнатып, дайындап аламыз. Енді күнжітімізді, ақ күнжіт пен қара күнжітті менде үйде болған осыны алып кішкене қуырып аламыз. Күнжіт ерекше дәм береді. Қамырымыз дайын болды, тұнып, неке қамырымызды алып, енді жайып шығамыз. Жұқалап жаямыз. Енді жайылған қамырымызды оқтауға орап аламыз. Бізге ыңғайлы болу үшін. Және ортасынан осылай бөліп аламыз қамырды, дайын болған қамырды. Енді осы қамырымызды алып, майдалап, кесіп шығамыз. Видеодағыдай бәрін майдалап кесіп аламыз. Арасын ашып қоямыз, жабысып қалмас үшін. Неке дайын болды. Енді майымызды қыздырып, аз-аздан қамырымызды салып, тоқтатпай араластырып, сарғайтып пісіріп аламыз. Неке бәрін қуырып пісіріп алдық. Енді күнжітті саламыз дайын тұрған, және де балды сиропымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Өзіне сіңіп алғанша араластырамыз. Неке чак-чагымыз дайын болды. Енді осындай формаға, ыдысқа қолымызды сулап, немесе қасықпен жақсылап салып шығамыз. Қасықпен бастыртамыз, және де 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Достар, міндетті түрде осы рецептпен сіздерді дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.